балаңыз сізді ұмытпайды ғой, ылғи сізді іздеп жүреді, аңсап жүреді, сағынып жүреді. Үйге келе сала балалар не деп сұрайды? Мама үйде ма деп сұрайды. Келісесіздер ма? Үйге кіре сала баланың бірінші сұрағы мама үйде ма дейді. Маған көмектесіңізші дейді. Гүлзира ханым, не деп көмектесейін, қалай көмектесейін? Разборға шығыңыз, мына жаққа аудиоға звондаңыз, тиктокқа маған подписка жасаңыз, аудиомен шығыңыз. Түріңізді көрсетпейсіз, шамам келгенше сізге көмектесем. Маған вызов беріңіз, гостяға звондаңыз. Айтайын дегенім сол, мама үйде ма деп сұраған бала сұрап келеді ғой, яғни бала үнемі анасын іздеп жүреді. Сол сияқты біз Алланың пенделеріміз, Алланың жаратқан құлдарымыз. Біз не істеуіміз керек? Біз Алламызды іздеп жүруіміз керек. Біз Алламызды сағынып тұруымыз керек, негізі. Мысалы, 5 парыздың бірі намаз оқу ғой, біз сол намаздың өзін уақытылы оқымаймыз. Көп адамдар намазды оқымайды да. Неге? Өйткені